Сәлем қыздар, бүгін мен мясо по-французски пісіретін боламын. Барлығын турап дайындап алдым. Ең бірінші бізге ет қажет, яғни тауық еті, филе. Одан соң картоп, бір пияз қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Және кез келген майонез, қалауларыңызша бұрыш пен тұз және тағы да өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңызға байланысты, яғни картопты, етті, жуаны барлығын жіңішке қылдырып жұқартып кесіп алдым. Яғни ең бірінші енді кезек-мезекпен салып аламыз. Бірінші астына картоп, одан соң ет, пияз, қайтадан картоп және арасында майонез бен жаңағы приправаларымызды ұмытпай отырамыз. Ал бастайық. Ең бірінші формамды жақсылап майлап алдым сұйық маймен. Енді картоптарымды қойып шығамын. Картоптарымды қойып, майонез жағып, тұз сеуіп алдым. Ендігі кезекте ет. Келесі штрих, еттерді салып, бұрыш пен тұзды сеуіп, майонез жағып және жуаны қойып шықтым. Екінші мәрте картошкаларды салдым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутқа қойып аламыз. Алуға 15 минут қалған кезде бетіне сыр саламыз. Қыздар, дайын болып тамағым.